5-ті 2-ге бөлгенде, яғни бөлгіштің 2 нешеге көбейткенде 5-ке жақын сан шығатынын тауып аламыз. Көбейту кестесі: 2-ні 1-ге өткенде 2, 2-ні 2-ге көбейткенде 4, 2-ні 3-ге көбейтсек 5 емес 6 болып кетеді. Ал бізге 5-ке дейінгі сан керек. Олай болса 2-ні 2-ге көбейткенде 4 тауып алдық. Тең 2. Енді қалай қалдық шығатын орындалу ретін көрсетемін. Мына 2 мен мына 2-ні 2-ге көбейткенде жаңа көбейту кестемізде 4 болды. Мінекей мына 4. Енді мына 4-ті, мына 5-тен мына 4-ті азайтамыз. 5-тен 4 азайтқанда 1-ге тең. 2 және 1 қалдық. Мінекей гуаштар барлығы 5-еу, әрқайсысы 2-2-ден бөлек қойғанда біреуі артық қалды. Яғни 2 және 1 қалдық. 5-ті 2-ге бөлгенде 2 және 1 қалдық. Енді баған түрінде көрсететін болсақ, 2-ні 2-ге көбейтеміз. 4, 5-тен 4 аламыз. Тең 1. 2 және 1. Енді бөлгендегі қалдықтың дұрыстығын тексереміз. 2 көбейту, 2 қосу, 1. 2-ге 2-ні көбейтсек 4. 4-ке манағы 1 қалдықты қостық. 5 болды. Яғни бөлген кезде, көбейткен кезде қайтадан 5 саны тексергенде шығады. 7-ні 2-ге бөлетін болсақ, яғни мына бөлгіш 2-ні нешеге көбейткенде 7-ге дейінгі, 7-ге жақын сан шығады. Көбейту кестесінде 2-ні 3-ге көбейткенде 6-ға жақын сан шығады. 2-ні 4-ге көбейтсек 8, яғни 7-ден асып кетеді. Бізге 7-ге дейінгі сан керек. Олай болса 6. Шығып тұрған 3-ті таңдаймыз. 3. 2 мен 3-ті көбейтсек 6-ға тең. Енді 7-ден мына шыққан 6-ны азайтамыз. 7-ден 6-ны азайттық, 1-ге тең. 3 және 1 қалдық, яғни мен қалай орындалу жолын көрсеттім. Енді бағандап шығарамыз. 3 пен 2-ні көбейтсек 6, 7-ден 6-ны азайтамыз. 1, 3 және 1 қалдық. Мынау қоршауда тұрған сандарды рет-ретімен жазып шығамыз. 2-ні 3-ге көбейтіп қалдық 1-ге қосамыз. 2-ні 3-ге көбейткенде 6, 6-ға 1 қосамыз, 7. Енді міне шықты 7-ні тексергенде. Қалдықты қайтадан тексергенде 7 саны қайтадан шығып тұр. Демек дұрыс. Бөлу 3. Алдымен бұл сандардың қалай шыққанын, орындалу ретін көрсетейін. Мұнда бөлгіш 3, демек 3-ті нешеге көбейткенде 17-ге жақын сан шығады. Көбейту кестесін есімізге түсіреміз. 3-ті 5-ге көбейткенде 15 шығып тұр. 17-ге дейінгі сан осы. Демек 5-ті таңдаймыз. Бөлгіш 3 пен жаңағы таңдаған 5 санын екеуін бір-біріне көбейтсек 15 шығады. Енді мына бөлінгіш 17-ден мына шыққан 15 қоршаудағын азайтамыз. 17-ден 15 азайтқанда 2, демек 5 және 2 қалдық. Енді баған түрінде 3-ті 5-ге көбейтеміз 15, 17-ден 15 азайтамыз. 2, 5 және 2 қалдық. Мұна 3-ті 5-ті және қалдық 2-ні барлығын тізіп жазып шығамыз да, мұна екеуін көбейтіп қалдықты қосамыз. Тексеру үшін. 17-ні 3-ге бөлгенде 5 және 2 қалдық шықты. Енді
осы сандар және қалдықты қосқанда қайтадан 17 шыға ма, соны тексереміз. 3-ті 5-ке көбейткенде 15, 15-ке 2 қалдықты қосқанда қайтадан 17 саны шығады. Неке тексердік, дұрыс екен. Міне 17 қарындаш. 17-ні 3-ке бөлгенде әрқайсысы 3-3-тен келіп тұр, бөлініп тұр. 1, 2, 3, 4, 5. 5 және 2 қалдық қарындаш қалды. 17-ні 3-ке бөлгенде 5 және 2 қалдық. 5-ті 8-ге бөлгенде бөлінгіш кіші сан, бөлгіш үлкен сан болғанда алдымен 0-ден береміз. 8-ді 0-ге көбейтсек 0, 5-тен 0 азайтсақ 5. 0 және 5 қалдық. 5-ті 8-ге бөлгенде 0 және 5 қалдық деп жақшаға жазамыз ішіне.